Жүктілік кезінде өте маңызды үш кезең бар. Әрине, жүктіліктің әрбір күні, әрбір аптасы өте маңызды, бірақ нақты осы үш кезеңде жүкті келіншек өзінің жүктілігіне ерекше мұқият болуы тиіс. Бірінші маңызды кезең ол жүктіліктің алғашқы 5-6 апталары. Бұл уақытта болашақ баланың органдарының, денсаулығының негізі фундаменті құралады. Және де бұл уақытта әйелдің ағзасы өте сезімтал болып келеді. Яғни әйел мысалы ауырып қалса, қандай да бір дәрі-дәрмек ішіп қойса, токсиндер, қандай да бір зиянды әрекеттер, оның барлығы болашақ баланың денсаулығына әсерін беруі мүмкін. Соның ішінде бұл кезеңде жүкті келіншектің ағзасы фолий қышқылына өте сезімтал болып келеді. Екінші маңызды кезең ол жүктіліктің 11-13 апталары. Бұл бірінші скрининг УЗИ-дің уақыты. Бұл УЗИ-дің маңыздылығы нақты осы скрининг УЗИ-да және арнайы генетикалық анализдер арқылы балада қандай да бір генетикалық ақаулар бар ма жоқ па, соны анықтауға болады. Үшінші маңызды кезең ол жүктіліктің 19-20 апталары. Бұл екінші скрининг УЗИ-дің уақыты. Бұл уақытта баланың органдары қалыптасып қояды, және де ол қалай дамып жатыр, өзінің срогына келеді ме, немесе қандай да бір задержка бар ма, қандай да бір туа біткен ақаулар бар ма, оның барлығы осы екінші скринингте анықталады. Және де осы УЗИ-да плацентаның орналасқан жері, яғни баланың орны қалай орналасқан, сол анықталады, және де сіздің жатыр мойныңыздың жағдайы осы УЗИ-да қаралады. Ал сіз қай кезеңдесіз? Бұл скрининг УЗИ-ларды уже өтіп қойдыңыз ба, немесе енді барасыз ба? Комментарийда бөлісіп кетіңіз.